Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін аяқтан өткен суықты үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Аяқтан өткен сызды дер кезінде емдеу керек. Қыс мезгілі былай тұрсын, жаз мезгілінде далада қапырық, 40 градус ыстық кезде аяғы мұздап, терлеп жүретіндер сіздің де араларыңызда бар шығар. Жаныңа батып ауыртпаған соң тексерілуді құптамайды. Ал қыс мезгілінде аяғыңыздан суық өткізіп алудан сақтаныңыз. Өйткені аяқтан өткен сыз басыңыздан бір-ақ шығады. Мұрныңыз пысылдап, көзіңіз жас ауырып, жөтеліп, түшкіріп шыға келесіз. Әсіресе қысы ылғалды болатын қалаларда өте таныс жағдай. Қар жауып тұрғанымен аяғыңызбен су кешіп жүресіз. Бұл енді табиғаттың құбылысы. Аяғыңыздан өткен сыз бүкіл денеңізді шымырлатпасын десеңіз, әжелерден қалған емдеу тәсілдерін ұсынамыз. Үйге келе салысымен бір дана картопты қабағымен қайнатыңыз. Сосын қақ ортасынан екіге бөліп, екі табаныңызға басыңыз. Сыртынан жылы орамал орап, картоп салқындағанша жата тұрыңыз. Шамамен 30 минуттан соң компрессті алып, жылы шұлық киіп алыңыз. Тағы да бір әдіс, аяқ күймейтіндей температурадағы ыстық суды шлапшынға құйыңыз. Оған 2 шай қыша араластырып, аяғыңызды суға салыңыз. Шамамен 30 минуттан соң аяғыңызды судан алып сүртіңіз. Соңынан жылы шұлық киюді ұмытпаңыз. Өз кезеңінде алма сірке суы да көмек береді. 6% алма сірке суымен аяғыңызға массаж жасаңыз. Табаныңызды, саусақтарыңыздың айналасын жақсылап сүрту керек. Емді 15 минуттай жүргізген жөн. Аяқтан өткен суыққа арақтың да көмегі зор. Ол үшін алақаныңызға арақты құйып алып, аяғыңызды, балтырыңызды баяу қимылмен ұқалаңыз. 200 грамм араққа 2 шай қасық қызыл бұрышты араластырыңыз. Араласпаны 10 күндей күн тимейтін қараңғы жерге қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбамен аяғыңызды сүртіңіз. Емді ұйқыға жатар алдын жасау керек. Сонымен қатар балаларға арналған крем немесе вазелинге қызыл бұрышты, розмарин мен камфор майын араластырыңыз. Дайын болған қыздыратын кремді табаныңызға біркелкі етіп жағып, мақта-матадан тігілген жұқа шұлық киесіз. Крем табаныңызға толық сіңген кезде сыртынан қалың шұлық кию керек. Ескеріңіз, қызыл бұрышты шамалап қоспасаңыз, аллергиялық реакция беруі мүмкін. Достар, бұл емді қабылдамас бұрын міндетті түрде дәрігерге барып көрініңіз. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.